Сіздер міндетті түрде екі ұғыммен жақсы таныс болуларыңыз керек. Біріншіден ол етекір және етекір циклы дегеніміз. Етекір дегеніміз ол бізге әрбір ай сайын, егер организміңіз, жыныс ағзаларыңыз дұрыс қызмет атқарса, онда әрбір ай сайын балиғат жасына толған қыз балада келетін қанды бөлініс. Яғни бұл выделение қыздар. Тек қана ішіне қан араласқандықтан ол қанды болып келеді, қызыл түсті болып. Ал етекір циклы дегеніміз ол әрбір ай сайын осы қанды бөліністің қайталанып ретті түрде келуі. Неге бұл екі ұғымды, яғни терминді сіздер білулеріңіз маңызды? Себебі сіздер кез келген жағдайда өміріңізде бір рет болсын, неге дәрігер маманға барасыз, тіпті ауырмасаңыздар да, қыз баласы болғаннан кейін, жүкті болған жағдайда міндетті түрде емханаға тіркеліп, одан кейін перзентханаға барасыз. Сол кезде гинеколог, акушер мамандармен жолығасыздар. Сол кезде біздердің, яғни гинекологтардың сіздерден қоятын сұрағы, жалпы аты жөніңізді толық ақпарат алғаннан кейін ең бірінші сұрайтын сұрағы етеккіріңіз жайлы. Етеккір қалыпты келе ме, неше жастан бастап келеді, етеккір келген кезде ауырады ма, тұрақты келеді ме, яғни сіздің етеккіріңізді тура сіздің паспорттық бөліміңізді қалай сұрайды, дәл сол сияқты ақпарат алуға тырысады. Себебі етеккір жүктілікпен тығыз байланысты. Оны осы эфир барысында сіздерге толық ашып түсіндіретін боламын. Жалпы етеккір дегеніміз ол әйел адамның айнасы. Себебі сіздің етеккіріңіз келіп тұрса, демек сіздің жыныс ағзаларыңыз дұрыс қызмет атқарады деген сөз. Ал сіздің жыныс ағзаларыңыздың ең басты қызметі, Аллах тағала жаратқандағы, ол осы өмірге ұрпақ алып келу, яғни сәбиді дүниеге алып келу. Сіздің барлық жыныс ағзаларыңыз сол сәбиді ұрықтандыру үрдісінен бастап дүниеге келуіне дейін сол қызмет атқаратын мүшеңіз жыныс ағзалары болып табылады. Яғни анасының құрсағында жатқаннан бастап, қыз бала деп жынысыңыз анықталғаннан бастап, Аллах тағала сол жатырда жатқаннан бастап қыз баласына программа енгізеді, сіздерге түсінікті тілмен айтсам. Сол программада, яғни жынысыңыз сізге тән, именно әйел ағзасына тән мүше болады, ол аналық бездері. Ер адамдарда ер бездер болса аталық бездер, ал әйел организмінде аналық бездер деген сіздерге тән без болады. Мына суретте көріп отырсаңыздар, екі жағында шарик тәрізді тұр, сол аналық безі. Бұл ер адамдардан ерекшелендіретін мүше, яғни аналық без. Бұл аналық безінде сіздің ұрық жасушаларыңыз сол жерге жинақталады. Миллиондаған аналық жыныс жасушаларын Аллах тағала сонда салып қояды, яғни программа ретінде енгізеді. Енді қараңыздар, қыз баласы дүниеге келген кезде сол жерде ұрық жасушалары жиналған, ол банк, былай мысалға ақшаларыңыздың барлығын депозитке, банкке саласыз ғой, дәл сол сияқты сіздің болашақта сәбиге қажет, яғни бала екі жақтан пайда болады ғой, ер адам мен әйел адамның жыныс жасушалары қосылуынан. Дәл сол сияқты сіздің жыныс жасушаларыңыз осы аналық бездерінде сақталған. Ол өмір сүре келе пайда болмайды. Ол сіздің жынысыңыз жатырда, анаңыздың құрсағында жатқан кезде белгілі болғаннан бастап аналық бездеріңізде не істейді? Орнатылады, сол жақта қалыптасады. Дүниеге келгенде қыз баласы шыр етіп, ол кезде уже аналық бездеріңіз болады, ол жерде миллиондаған жыныс жасушалары дамып жетіледі. Именно аналық жыныс жасушалары. Ал еркектерде, ер адамдарда сәйкесінше, ер адам, яғни сперма деп жатады. Сол ұрық жасушалары ол кісілерде болады, сіздерде аналық жыныс жасушалары болады. Енді қараңыздар, балиғат жасына келгенше көп деген мысалға жұмыртқалар болады, оның ішінде кейбіреуі сынып келеді, яғни брак болады, мысалға жүздеген киімдер тігеді, кез келген затты шығарған кезде не болады? Ішінде бір жарамсыздар болады. Дәл сол сияқты сіз балиғат жасына ең алғашқы жыныстық жетілу болып, ең алғаш рет етеккіріңіз келгенше, сіздің организміңізде, сол аналық бездеріңізде ұрықтандыруға қабілетті, болашақта сәбидің дүниеге келуіне жауап беретін, дүниеге келтіре алады деген аналық жасушаларыңыз іріктеліп қалады. Ал қалған брак болып қалған клеткалардың барлығы, жасушалардың барлығы сол аналық безінде не істейді? Өмір сүруін тоқтатады. Сонда балиғат жасына жеткенше, қыз бала жыныстық жетілуден өтіп, етеккірі ең алғаш келгенше, қыз баласында осы екі оң және сол жақ екі
аналық безіңізде жалпы орташа есеппен 350-400-дей аналық жыныс жасушасы қалады. Бұны неге айтып отырмын? Себебі әрбір ай сайын сіз бір тал аналық жасушасынан айырылып отырасыз. Демек, ең алғаш етеккіріңізден келгеннен бастап, соңғы етеккіріңіз тоқтаған уақытқа дейін әрбір ай сайын сіздің бір неңіз кетіп отырады, клеткаңыз кетіп отырады. Ал ол клеткалардың барлығы болашақ сәби болатын клеткалар. Мысалға, тұрмысқа шыққаннан бастап, жыныстық қатынасқа түскеннен бастап, ер адамның ұрық жасушасы мен сіздің ұрық жасушасыңыз қосылатын болса, онда содан бала пайда болады Аллахтың қалауымен. Ал тұрмысқа шықпаған кезде қыз баланы сол ұрықтандыруға қабілетті клеткалар не істейді? Ер адамның клеткасы болмағандықтан олар сыртқа қарай шығады да, ұрықтандыру болмағаннан кейін олар сол жерде өмірін жоғалтады, бізге выделение ретінде келіп, солай өмір сүру жалғаса береді. Сондықтан біздің аналық бездеріміздің дұрыс қызмет атқаруы, дұрыс дамуы өте маңызды. Енді сол балиғат жасына жеткенше осы жерде іріктеліп 350-400 аналық жасушаларымыз қалды. Енді біздің ағзамыз, жыныс ағзаларымыз, айттым ғой, барлығының негізгі қызметі ұрықтандыру процесі, яғни жүктілікке жауап береді. Аналық бездеріңіз сіздердің банктарыңыз болса, сол жерде барлық программа орнатылған сәбидің бір бөлігі деп айтсақ, ер адамдікі, сіздікі, сіздің бөлігіңіз сол жақта сақталып тұрады. Яғни бұл да жүктіліктің бастауы осы жерден басталады. Енді біз жыныс ағзаларымыз өздігінен қызмет атқармайды, ол робот емес. Оған ақпарат беріп отыру керек. Аналық безі, сен бір клетканы шығар, жатыр, сен жүктілікке дайындал, бала келуі мүмкін деген сияқты. Әрбір жыныс ағзамыздың дұрыс қызмет атқару үшін оған не керек? Міндетті түрде біреу тапсырма беріп отыру керек. Себебі оның былай айтқанда миы жоқ. Ал біздің ағзамызда ми ол баста орналасқан. Енді қараңыздар, біздің басымыз қайда орналасқан, жыныс ағзаларымыз қайда орналасқан. Бұлардың дұрыс бас пен жыныс ағзамыз бір-бірімен ақпарат алмасы, бір-біріне тапсырма беріп, ал жыныс ағзаларымыз сол тапсырманы орындағаны туралы басқа ақпарат жеткізіп отыру керек. Енді бұлар бір-біріне тапсырманы беріп, тапсырманың дұрыс орындалғанын жеткізіп отыру үшін не істейді? Олар қозғалмайды. Яғни біздің жатырымыз, немесе қынауымыз бар басқа қарай организмімізде не істемейді, жүрмейді. Оларға біреу ақпаратты жеткізіп отыру керек. Оған ақпарат жеткізетін біздің көзіміз емес, аузымыз емес, құлағымыз емес, қолымыз емес. Яғни ақпарат жеткізуші ішкі ағзаларымыздың барлығының дұрыс қызмет атқарушы. Мысалға, асқазанның да, қолымызды ыстық суға салып алған кезде, білместікпен кейде қолымызды сол ыстық судан күйіп қалмас үшін тартып алу керектігінде ақпаратты қолымызға жеткізіп отыратын бас бөлігінен арнайы организмімізде қызметшілер бар. Ол қызметшілер терминдік ұғыммен гормондар деп аталады. Яғни гормонның көп қыздар түсінбей жатады. Гормон дегеніміз не? Ол қайда жалпы деп. Гормон дегеніміз осы біздің бас миынан басқа ағзаларымызға бастан ақпаратты жеткізуші қызметкерлер. Мысалға, сіздер қазір мені көріп отырсыздар, тікелей эфирде. Біздің бір-бірімізбен байланыстырып отырған ол әлеуметтік желі, яғни интернет сеть. Ал бұның интернет біз оны көзбен көрмейміз, бірақ ол шындығында келгенде бар. Дәл сол сияқты біз гормонды көрмейміз, бірақ ол біздің қанымызда, яғни организмімізде қызмет атқарып жатыр. Сол егер интернет болмаса не істейді? Біз бір-бірімізді ақпарат алмаса алмаймыз. Дәл сол сияқты бас пен жыныс ағзаларымыздың дұрыс қызметі үшін міндетті түрде байланыстырушы, ақпарат жеткізуші қызметшілер керек. Осы жердегі негізгі қызметші ол гормондар. Яғни бас миынан арнайы гормондар бөлінеді. Ол гормондар жыныс ағзасына барады, немесе мысалға асқазанға, қалқанша безі деп жатады, кез келген мүшемізге арнайы сондай гормон немесе биологиялық белсенді заттар бар, солар барып ақпаратты жеткізіп отырады. Ал сол ақпаратты сол гормондар, әртүрлі гормондар бар, жүздеген гормондар бар. Именно жыныс ағзаларымыздың дұрыс қызмет атқару үшін арнайы жыныс ағзаларына арналған мамандандырылған гормондар бар. Бас миы ол біздің басшымыз. Кез келген мемлекеттің басшысы болғандай, дәл біздің ағзамыздың басшысы ол миымыз, басымыз. Барлық ағзаның дұрыс қызмет атқаруын, дұрыс жұмыс жасауын, қызмет атқарын осы басымыз реттеп отырады. Мысалға, біздің мемлекетіміздің дұрыс жұмыс жасау үшін елбасы президент керек қой, дәл сол сияқты бізде бас қызмет атқарады. Енді қараңыздар, қазір сіздерге түсінікті болсын. Енді бастар
жыныс ағзаларына ақпарат береді әрбір ай сайын. Мен сіздерге айттым ғой, иә, жыныс естіліп жатыр ма сіздерге, қыздар? Қыздар, сіздерге естіліп жатыр ма? Мен комментарийді қосып қойын, а то маған түсініксіз болып жатыр. Қараңыздар, бас миынан ақпаратты жеткізетін арнайы бездер бар бас миында. Бұл бездерді білулеріңіз керек, себебі бұны білуіңіз себебі кейбір қыз-келіншектердің етеккір қызметі бұзылған кезде осы бас миындағы сол бөліктерді тексертуге тура келеді. Мысалы, дәрігер маман ретінде біз деген осындай анализге, осы жерге барып тексересіздер дегенде көп қыз-келіншектерде түсініспеушілік пайда болып жатады. Себебі ол түсінбегендіктен, дәрігерлер дұрыс түсіндіріп айтпағандықтан, ол кісілерде түсінбеушілік болғандықтан көп дәрігердің айтқанын пациенттер жасай бергісі келмейді. Сондықтан ең бастысы сіздер дұрыс түсініп, не үшін керек екенін біліп алуларыңыз қажет. Енді бас миында арнайы бездер бар. Ол бездер осы жыныс ағзаларына мамандандырылған. Сол бездерде арнайы гормондар бөлінеді, жаңа ақпарат жеткізуші. Біздің жыныс ағзаларымыздың негізгі қызметі осы өмірге ұрпақ алып келу, яғни ұрпақ жаңғырту болып табылады. Енді қараңыздар, әрбір ай сайын осы миымыздан арнайы гормондар бөледі. Бірінші аналық безіне ақпарат береді. Себебі аналық безінде ғой бізге керек осы жүктілікке қажетті жыныс жасушасы жетілген. Сол жыныс жасушасы аналық безіне барып ақпарат береді. Сен бір өзіңнің аналық жасушанды өсіріп жетілдір, жақында оны жарып шығарамыз. Мүмкін осы жолы сәті келіп жүктілік болып қалар, Аллахтың қалауымен, сөйтіп оған ақпарат береді. Аналық безі сол гормон бастан келген ақпаратты, тапсырманы қабылдап алады да, оң жақтан немесе сол жақтан бір осы өмір ұрықтандыруға қабілетті деген бір жасушаны өсіреді. Тойдырады, мысалы, қызды ұзатар кезде не істейді, оған барлық ақылын айтады. Сен ертең басқа үйге келін болып түскен кезде ол үйді жатырқама деген сияқты, қызға керек тәрбиенің барлығын берген сияқты, аналық безі өзіндегі клетканы ұрықтандыруға қабілетті, соған барлық керекті ұрықтандыруға, ертең сәби болып қалса, соған сәбиге қажет ақпараттың барлығын соған салады, соған барлығы жұмылдырып, соған қызмет атқарады. Себебі бізге сондай ақпарат тапсырма келді. Енді аналық безінде сол бастан фолликула стимулдеуші гормон ФСГ деп атайды, сол гормон синтезделеді. Осы гормондарды естеріңізде сақтап отырыңыздар, себебі етеккірі бұзылған қыз-келіншектер осы гормондарды тексерулеріңіз міндетті. Себебі етеккір осы мидан бастап аналық безінде, жатырда және де трубаларда кез келген жерінде бұзылыс болған кезде соған байланысты тексерулер жүргізеді. Сол фолликуланың дұрыс өсуіне жауапты гормон, сол гормон тапсырма беріп кетті. Енді сол тапсырманы алған аналық безі бір жасушаны өсіріп шығарды. Осы кезде мидан тағы да ақпарат келеді. Енді осы клетканы сыртқа қарай шығар. Уақыты келді, болды, ол осы жолы ұрықтану болу мүмкін деген. Осы клетка шығатын кезде қыздар ЛГ деген гормон бөлінеді. Көбінесе овуляциясын аңдып жүрген қыздар біледі. Тест тексересіздер, овуляцияға арналған. Сол овуляцияға арналған тесттің негізгі әсер ету механизмі осы ЛГ гормонын бақылап отыру. ЛГ гормоны өзінің максималды дәрежесіне жеткен кезде овуляция болады. Бастан сол гормон бөлінеді, себебі аналық безіне шығаратын кезде ақпарат беру керек қой. Сол гормон келеді, бөлінеді, көп қанға бөлінген кезде, демек өзінің жоғарғы шегіне жеткен кезде бізде скоро овуляция болады деген. Ана тестті тексеріп жүрген кезде көбінесе ол овуляция болған кезде емес, осы гормон өзінің жоғарғы деңгейіне жеткен кезде екі полоска көрсетеді. Және де көп қыздар айтады, тесттен көрдім, овуляция тестінен күшті екі полоска шықты, бірақ жүкті болмады. Демек, ол гормон жоғары болып тұрған жағдайда, кейбір жағдайларда аналық безінде өзгеріс болса, егер капсуласы жаңа сыртындағы қапшығы жарылмай қалған жағдайда овуляция болмауы мүмкін, ол тест жалған нәтиже көрсете беруі де мүмкін. Содан енді көп гормон бөлінді да, аналық безіне келіп не істеді, ақпаратты берді. Ол ақпаратты қабылдап алғаннан кейін не істеді, тапсырманы орындау керек. Ол тапсырманы орындаған кезде жаңағы өсіп жетілген
клетканы шығарады ол. Осы кезде шығарған кезде қараңыздар, суретте көріп тұрсаңыздар, бір көккүмбек болып көрініп тұр, сол аналық безі шықты. Шыққан кезде оның орнында не қалады? Оның орнында сол жаңағы қыз өмір сүрген өзінің қорапшасы сияқты мекен қалады. Бұл мекен сары дене деп аталады, қыздар. Бұл сары дене жүктілікті күтеді. Яғни аналық безді қызды шығарып салған кезде не істейді? Жақсы жаңалық күтеді. Артынан тілеушісі болып, осы жолы жүктілік болып кетсе ғой деп. Себебі жүкті болған кезде осы жүктіліктің ары қарай дамуын, баланың жақсы қалыптасу үшін жүктілік болған жағдайда миға ақпарат бару керек қой, жүктілік болды деген, тапсырма орындалды деген. Сол тапсырманың орындалғанын осы орнында қалған сары дене деген қалыптасқан құрылым жеткізеді. Басқа тапсырма орындалды деген осы сары дене жеткізеді. Осы сары денеден прогестерон деген гормон бөлінеді, қыздар. Көбінесе сұрап жатады, прогестерон гормоны дегеніміз не? Ол қай кезде болады деп. Осы прогестерон гормоны овуляциядан кейін пайда болады. Сондықтан овуляцияға дейін бұл гормонды анализ тапсырып тексерудің қажеті жоқ. Енді осы орнында қалған сары дене қызмет етеді. Бірақ енді аналық безі шығып кетті, ол айдалаға кетіп қалмайды, организмімізде қыдырып кетпейді, жүрек жаққа кетпейді, асқазан ішек жолдарына кетпейді. Осы шыққан күйде, мынау аналық безі десе, қыздар, мына жағында осылай оны күтіп тұрған біздің жатырдың түтігі бар. Дәл шаң сорғыш сияқты осылай тұрады. Ол шыққан моментте өзіне қарай тартады үрлеп. Себебі жаңағы шыққан бұрын сонда еш нәрсе көрмеген аналық жыныс жасушасы адасып кетпес үшін, тура өзінің дәл өзіне арналған жолмен жүру үшін жатыр түтігі күтіп алады. Сол жатыр түтігінде біздің жыныс жасушамыз 24 сағат қана өмір сүреді, яғни бір тәулік. Осы кезде тұрмыстағы жалпы жыныстық қатынасқа түскен қыздар болса, осы кезде сәтті жыныстық қатынас болатын болса, ер адамның ұрық жасушасы енетін болса, онда не болады? Сол жатыр түтігінде ұрықтану процесі болады. Егер жыныстық қатынас болмай, немесе овуляцияға сәйкес келмей қалған жағдайда, онда ұрықтану жүрмейді. Және де жүктілік ол жатырда емес, осы жатыр түтіктерінде болады. Сондықтан жатыр түтіктерінің дұрыс қызмет атқару өте маңызды. Кейбір қыздар мысалға суықтану, немесе киста пайда болуы, жатырдан көптеген себептерден осы жатырдың түтігі не істеп қалуы мүмкін? Бітеліп қалуы мүмкін. Жатыр түтігі дегеніміз ол сіздің шаштарыңыздан да өте жіңішке, 1 миллиметр. Біз 1 сантиметрдің өзін әрен байқаймыз, ал 1 миллиметрді өздеріңіз ойлап көріңіздер, қаншалықты жіңішке екенін. Енді соны дұрыс, денсаулығымызды дұрыс сақтауымыз керек. Қыз балалары аяқтарымызды жылы сақтауымыз керек, салқында қалып қалмауымыз керек. Себебі біздің жыныс ағзаларымыз суықты тез ұстап қалады. Сондықтан денсаулықтарымыз, ол денсаулық Аллах тағаланың бізге берген аманаты болғандықтан біз аманатқа қиянат жасауымызға болмайды. Себебі әрбір мүше өзінің қызметін тек қана сау кезінде жақсы атқарады. Егер қандай да бір зақым болатын болса, қандай да бір қателік болатын болса, онда қиынырақ болады. Енді қараңыздар, сол түтікте жыныстық қатынас болса жүктілік болады да, одан кейін ол жатыр түтігі ұзын түтік сияқты. Яғни ол жерде не істеу керек? Ұрықтанған жасуша жатырға қарай жол жүру керек. Ол жол біздің барлық клеткамыз өте кішкентай. Сондықтан ол ұзақ уақыт жүреді. 1 апта көлемінде. Сондықтан мысалы ұрықтану жүктілік болған кезде бірден тесттен көрсетпейді. Міндетті түрде біз етеккір келетін уақытты немесе задержканы күтеміз. Содан кейін барып тесттер нәтиже көрсетеді. Ал егер оған дейін тексеретін болса, не біз тесттен көремейміз, не анализдерден шықпайтыны сондықтан, қыздар. Енді қараңыздар, осы кезде ұрықтану болмаса, біздің бағанағы сары денеміз не істеп тұр? Жүктілікті күтіп, сонда сіздерге тілекші болып тұр. Осы кезде жүктілік болмаса, осы кезде бағанағы бастан ақпарат келіп жатыр аналық безіне, өзінің жасушаңды өсір, ұрықтануға дайындал деген сияқты. Ал жатыр не істейді? Тыныш ұйықтап жатпайды ғой, жатырда да не болады? Жүктілікті күтеді. Себебі жатыр біздің баламыздың 280, яғни 9 ай 9 күн бойы
қонақ үй болатын біздің баламыздың орны жататын, мекендейтін орны. Сондықтан ол да дұрыс, таза болуы керек, ол жұмсақ болуы керек, балаға комфорт болуы керек, яғни люкс болуы керек, былай айтқанда, иә. Сондықтан ол да дайындалады. Осы жатырдың өзі бұлшықетті мүше, яғни ол жиырылып жазылуға қабілетті. Қараңыздар, жатыр өзі 3 қабаттан тұрады дедім ғой, соның ішкі қабаты өте маңызды, қыздар. Бұл терминді жаттап алыңыздар, себебі сіздер УЗИ-ға түскен жағдайда міндетті түрде УЗИ-да не жазып береді? Әрбір осы жыныс ағзаларыңызға сипаттама жазып береді. Сол кезде осы эндометрий деген ішкі қабаты эндометрий деп аталады. Бұл дегеніміз шырышты қабат. Осы шырышты қабаттың тұтас болуы, дұрыс болуы, жақсы болуы өте маңызды. Себебі бұл дұрыс болмаса, жақсы болмаса, бала келіп бекіне алмайды. Өзі түтікте былай сырғап келе жатқан бала, ол жатырға келіп, сырғанап келіп не істеп алу керек? Жатыр оны құшақтап алу керек, осылай ұстап, мен сенің мекеніңмін деп. Немесе ол жатырдың ішкі қабаты дайын болмаса, жүкті ұрықтану процесі болса да бала не істейді? Бекіне алмай, етекірмен етекір келетін уақытта жатырға бекінбегендіктен ол бірге сыртқа шығып кетуі мүмкін. Көп қыздар асығыстықпен тест жасап қойғанда, сонда тесттен 2 полоска болады да, бірақ біраз күннен кейін етекір келеді. Бұл дегеніміз жатырдың ішкі қабаты дұрыс болмаған жағдайда, немесе қандайда бір ақаулардың нәтижесінде бала бекіне алмады. Ұрықтану болды, жүктілік болып жатыр әрбір ай сайын, бірақ жатырдың ішкі құрылысы дұрыс болмағандықтан ол бекіне алмады. Яғни сіздің жатырыңыз ол баланы қабылдай алмады. Енді жатырдың эндометрий қабаты қалың болу керек дедім, иә? Оған да ақпарат келеді. Ол мидан келеді және аналық безінен. Жатырға ақпарат жібереді гормондар арқылы, биологиялық заттар арқылы. Жатыр дайындал, осы жолы жүктілік болуы мүмкін дейді. Жатыр қуанады. Неужели мен өзімнің жұмысыма кірсем, мен осылай жұмыс істемей жата берем ба, арам тамақ болып, сенде организмге түскен тамақты мен де энергия пайдаланып жатыр, мен де қызмет атқарғым келеді деп, ол да қуанады. Қуанғаннан ішін дайындайды. Егер сіздің жатырыңыз, жыныс ағзаларыңыз барлық қызмет жақсы жұмыс істеп тұрса, ол да не істейді? Жүктілікке дайындалады. Жатырдың қуысы тура осындай, міне қолмен көрсетіп тұрған сол дайындалғанда қандануы жақсы болады. Себебі өздеріңіз білетіндей, бала барлық қоректік тамақтарды анасынан қан арқылы алады. Сондықтан жатырдың қандануы өте жақсы болуы керек. Бұл жердің қандануы өте керемет болғандықтан, енді қалындады. Осы кезде кейбір қыз-келіншектерде ақпарат дұрыс жетіспегендіктен, немесе жатырда қандай бірде ақау болғандықтан қалындамайды, яғни гипоплазия деп жатады қыздар. Гипоплазия деген жатырдың ішкі қабаты қалың емес, жұқа, яғни тақыр деген сөз. Не істейді? Оған бала келіп бекіне алмайды. Немесе керісінше іші қалындап кетеді. Гиперплазия деп атайды диагнозды. Бұл өте шамадан тыс ішкі қабатының қалындап кетуі. Қалың болған сайын не істейді? Бала келіп оған да бекіне алмайды. Сондықтан жүктілік болмауы мүмкін. Бұл екі жағдайда өте жүктілікке кері әсерлерін тигізеді. Енді қараңыздар, жатыр күтеді жүктілікті. Егер сәтті болатын болса, бала келіп бекінеді. Бекінген кезде бала сол бекінген жерден матка қуанышты жағдай айту керек қой, сүйінші сұрау керек. Сол кезде арнайы гормон бөледі. Және де бағанағы бізден аналық безде қалған сары денеде не істейді? Ол да гормон беріп, басқа миға ақпарат береді. Сол кезде біздегі ең алғашқы жүктіліктің алғашқы белгілері басталады. Яғни жүрек айну, құсу. Себебі осы кезде прогестерон гормонның негізгі қызметі жүктілік болса, жатырды жиырып тастамау. Себебі жатыр жиырылатын болса, онда бала түсіп қалуы мүмкін. Осы кезде барлық сіздің бұлшықетті организмде қандай бұлшықетті мүше бар, соның барлығы не істейді? Босансиды. Барлығы тыныштық күйге көшеді. Сол кезде қалыпты жұмыс істеп тұрған асқазаныңызда, ішегіңізде барлығы босансығандықтан қызметтері сәл төмендейді. Бұрын сонда ол жақта ақау болатын болса, мысалы асқазанда өтте қызмет болса, олардың жағдайы күрт нашарлап токсикоз болуы мүмкін, ұйқыңыз келеді жиі-жиі. Содан жүрек айну, осының барлығы жүктіліктің алғашқы белгілері. Яғни организм миға ақпарат беріп жатыр, қуанышты сүйінші сұрап жатыр ғой, жүкті болдық деген сияқты.
Ал егер жүкті болмаса, тұрмысқа шықпаған қыздарда не болады? Ол ұрық жасушасы ер адаммен қосылғанда ол сол жерде келеді да иммунитет клеткалар жеп тастайды, немесе сыртқа қарай выделение ретінде ағып кетеді. Ал жатыр ішкі қабаты дайындалып тұрды ғой, ол не істейді? Жүктілік болмағаннан кейін жылайды. Яғни бізге ол не болып көрінеді? Жатырдың қанды көз жасы болып көрінеді. Яғни ішкі қабаты, бізге дайындалған шырышты эндометрий қабаты сылынып түседі. Сылынып түскен кезде ол жерде еще қан тамырлары жақсы болады дедік қой, соның барлығы бірге түскен кезде бізге қанды болып, яғни қып-қызыл болып көрінеді. Кейбір жағдайда мысалға жиналып бауыр сияқты іртік болып түсуінің себебі осы шырышты қабаттардың жиналып түсуінің нәтижесінде. Ол егер ауру сезімсіз барлығы жақсы келетін болса, ол қалыпты жағдай болып табылады. Яғни бізге жатыр не болып көрінеді? Жүктілік болмағаны ол тағы да ренжиді. Мен бұл жолы да өзімнің қызметімді атқара алмадым. Әттеген-ай деген бізге белгісін беріп етеккірді көрсетеді. Сонда етеккір бізге біздің жыныс ағзаларымыздың барлығы жүктілікке дайын екенін бізге беріп жатқан ақпараты. Сондықтан етеккірлеріңіз келген сайын келіншектер, сіздер қуануларыңыз керек. Себебі етеккірлеріңіз сізді жүкті бола аласыз деген белгі. Сондықтан қуаныңыздар. Етеккірлеріңіз келіп жатыр, сіздер саусыздар. Аллаға шүкір, сол бізге осы етеккір арқылы ағзамыздың жақсы жұмыс істеп жатқанын білдіріп қойған. Бұл да біздің Аллах тағаланың әйел затына берген несі үлкен нығметтерінің бірі. Енді осы цикл 21 күн сайын қайталанып тұру керек. Мысалға, кеше 1 қараша күні етеккір келетін болса, онда келесі 21 күні 22-сінен бастап келесі етеккіріңіз келсе, онда цикл 21 күн деген сөз. Демек, сіз циклдарыңызды етеккір келген күннен бастап санайсыздар. 21 қараша етеккіріңіздің 1 күні. 21 ол 21 күні. Яғни бір етеккір мен екінші етеккірдің арасы 21 күн болуы керек. Одан кем болмау керек. Ал ең ұзағы 35 күн. Яғни бір күні келсе, келесі етеккіріңіз мысалға декабрьдің 14-15-теріне таман келуі мүмкін. Ол да қалыпты, оған уайымдаудың қажет жоқ. Яғни 35 күннен асып кетпеу керек, 21 күннен қысқа болмау керек. Осы уақытта келіп тұрса, демек сіздің жыныс ағзаларыңыз дұрыс, жақсы қызмет етіп жатыр деген сөз. Және де етеккір қазіргі таңда 10 жастан деп айтады, яғни қыз балаларда 10 жастан бастап етеккір келуі керек. 16 жасқа дейін. Егер таныстарыңызда, құрбыларыңызда 16 жастан асып кететін болса, демек организмде бір нәрсе дұрыс емес дегенді. Мүмкін даму ақаулары болуы мүмкін. Көбінесе жаңағы астыңғы жақта қыздық перденің бітеу болуына байланысты, қалыпты жағдайда қыздық перде дегеніміз қолымыз сияқты саусақ аралары ашық болады, ол бітеу болмайды. Неге? Себебі бізден әрбір ай сайын етеккіріміз келіп тұр. Сол етеккір ағып шығу үшін не керек? Бізге қанды бөліністер тесіктер керек. Ал бітеу болатын болса, етеккір келмейді. Бұл бітеу болу, бұл да бір ақау. Оны көбінесе хирургиялық жолмен тіліп, бәрі етеккірді шақыртады. Себебі етеккір келмеген сайын ол бәрі жатыр өзінің қызметін атқара береді. Ол төменгі жаққа қарай жинала береді. Көп қыздар білмейді осыны, жүре береді. Мысалға, етеккірлері келіп кетеді, именно етеккір келетін кезде астары тартып ауырады. Дәл етеккір алдындағы синдромдарға, белгілерге ұқсап, қыздар қиналады. Және де уақыт өте келе, ол қан жиналып тұрғаннан кейін, ол қан лас нәрсе болғандан сасық иіске ие болады. Уақыт өте келе, ол не істейді? Бәрі белгісін береді. 16 жасқа келгенде қыздар етеккірім жоқ деп уже уайымдай бастайды. Сол кез дәрігерге барса, демек ол көп жағдайда осы бітеу болған нәтижесінде даму ақауларына, немесе бастағы кез келген осы жыныс ағзалары мен бастың арасындағы ақпараттардың дұрыс берілмеуі, немесе дұрыс болмауы нәтижесінде етеккір кешігіп, немесе дұрыс келмей қалуы мүмкін. Енді жалпы қалыпты жағдайдағы мен сіздерге етеккірді айттым. Енді қараңыздар, қай кезде кешігеді? Енді біздің ми дұрыс қызмет атқару керек. Бірақ біздің қоршаған ортамыз, климат, яғни біздің өмір салтымыз біздің миымызға әсер етеді. Мысалға, жақсы жүресің, бір кезде бір жағдайды, қуанышты жағдай болсын, қайғылы жағдай болған кезде бірден көңіл күйлеріңіз өзгеріп кетеді. Ал біздің көңіл күйіміз, настроениеміз өзгерген кезде, біздің организміміз, басымыз оған бірден бейімделе алмай қалған кезде, біздің ағзамызда дұрыс қалыпты жүріп жатқан осы үрдістердің, ас қорыту болсын, жыныс ағзаларыңыз болсын, соларды
барлығы біраз сбой, яғни пробка болып қалуы мүмкін. Не гормон көп бөлініп кетуі мүмкін, немесе аз бөліну, яғни өзінің биоырғақтылығынан айырылып қалады. Сол жағдайда етеккір кешігуі мүмкін, немесе ерте келіп қалуы мүмкін. Сондықтан етеккір егер 7 күнге кеш келсе, немесе ерте келсе, ол қалыпты жағдай, себебі біздің тіршілігімізге байланысты. Ал егер етеккіріңіз одан да 7 күннен асып кететін болса, немесе одан асып ерте немесе кеш келіп қалатын болса, онда міндетті түрде дәрігерге тексерулеріңіз керек, себебі организм сізге белгі беріп жатыр. Және де қараңыздар, етеккір тоқтайтын кезде, жоқ болып кететін кезде, ол бірден жоқ болып тыныш отыра бермейді. Себебі басында сізге айтады, 10 күн кешігуі мүмкін, 20 күн кешігуі мүмкін, немесе 1 ай кешігуі мүмкін. Сіз ойлануыңыз керек. Не үшін бұл кешігіп жатыр? Келесі циклды көресіз. Ол кезде де солай кешігіп жататын болса, дереу дәрігерге баруыңыз керек. Ешқашан етеккір бірден, мысалға, осы ай келді, келесі айдан бастап мүлдем келмей қоймайды. Ол басында аздан келуі мүмкін, немесе 1 ай келмей келіп, 3 ай келмей солай жоқ болып кетеді. Сондықтан бірден кешікті ма, дәрігерге барып қаралуларыңыз керек. Себебі айттым ғой, етеккір ол сіздердің жүкті бола алатын қабілеттеріңіз. Етеккір жоқ болды ма, бітті, жүктілік болуда да қиынға жаңағы душар боласыздар, яғни ол проблеманың негізгі себептерінің бірі. Яғни бастан бол, және де баста арнайы бездер болады дедім, иә? Сол бездерінің қызметі дұрыс болмағанда, кей жағдайда оларда қатерлі ісік болуы мүмкін, өспе болуы мүмкін баста. Сол кезде оларға не түседі? Қысым түседі. Олардан өспе пайда болған кезде олар көлемі ұлғайғандықтан көп гормон бөліп жібереді. Ал біздің жатырымыз қалыптыдан тыс ақпаратты қабылдай алмайды. Ол кезде көп ақпарат келіп жатыр, мен не істеймін деген, ол да неге түседі? Жаңағы беймаза күйге түскендіктен ол ақпаратты дұрыс қабылдай алмай қалады. Сондықтан етеккір де бұзылады, жүктілік болмай қалуы мүмкін. Былай сбой болады, былай айтқан кезде. Сондықтан міндетті түрде, егер етеккір келмей жатса, басты тексертеміз, бастағы бөлетін, сол бездер бөлетін гормондарды тексерту керек. Одан кейін келесі кезекте ол аналық безі. Аналық безінде өзгерістер болуы мүмкін, киста болуы мүмкін, суық тиюі мүмкін, воспаление болуы мүмкін, неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін, сырқаттар, иә. Соның нәтижесінде жаңағы ішінде орналасқан аналық жыныс жасушамыз сыртқа қарай шықпай қалуы мүмкін. Ол жерде гормон бөледі, аналық безе, ол гормон бөлінбей қалуы мүмкін. Бас содан кейін күтіп отыра береді. Ана жақтан тапсырма орындалды ма, орындалмағанын білмегендіктен ол күтіп отыра береді. Аналық безінен сигнал келсін, ақпарат келсін деген сияқты. Ол қызметі бұзылып жатыр, нашар болып жатыр, сіз бас білмегендіктен ол күтіп тыныш отыра береді. Демек, ол жақта қызметін әлі істеп біткен жоқ, тапсырманы орындап біткен жоқ. Сондықтан оған тапсырма жібермейді да, сол тапсырманы дұрыс орындап алды ма, орындап алған жоқ па, соны күтіп отыра береді. Ал барлық жаңағы сырқаттанып ауырып қалған аналық безе не істерін білмейді, басқа жіберейін десе, ол бұзылып қалған. Сондықтан ол жақтада не болады? Өзгерістер болады. Оған көмектесетін ең бірінші себебі организм сізге белгі берді, етеккірді кешіктірді, немесе уақытында келмеді, немесе мүлде келмей қалды деген сияқты. Сол кезде дереу не істеу керек? Дәрігерге қаралу керек. Ең бірінші Аллахтан қалауымен, одан кейін екінші себепші дәрігерлер сіздің жағдайыңызды, барлық сіздің белгілеріңізді анықтай отырып, маман сізге көмектеседі. Аналық безін жұмысқа қайтадан қалыптастырып келтіріп береді. Одан кейін барып тапсырма орындалғанда мида өзінің жұмысына ары қарай көше береді. Енді келесі жағдай ол жатыр. Жатырдың бағана қабаттарын дұрыс болмауы, немесе қандай да бір ісіктердің дұрыс емес болуы, соның барлығы басқа да тапсырманы орындамадық деген сияқты ақпаратты жібермегендіктен, бұл жақта да не болады? Сбой болғандықтан, миға тапсырма бармағандықтан, ол білмейді не жүктілік болды ма, не етеккірді жіберу керек пе, қандай тапсырма беру керек екен. Сондықтан не істейді? Қиналады. Осы жағдайда міндетті түрде етеккір келмей жатыр ма, немесе жүкті болмай жатырсыз ба, дереу дәрігерге барасыздар. Дәрігерлер ең бірінші қарапайымнан бастайды. Неден? Сіздің ең бірінші жатырды тексереді. Жатырда ақау бар ма, жоқ па? Одан кейін аналық безін тексереді. Осы екеуінің қызметі дұрыс па, тұтас па, өзі дұрыс тұрма, құрылымында ешқандай өзгеріс болған жоқ па, ақау болған жоқ па, соны тексеру керек. Ең қарапайым әдіс ол ультрадыбыстық зерттеу, яғни УЗИ-ға түсу керек. Себебі біз УЗИ арқылы ғана көреміз мамандар. Сіз білмейсіз ба деп ренжіп жатады. Ол біз
көріпкел емеспіз. Біздің көзіміз лазер емес, дұрыс па? Ішіңізде не болып жатқанын біз тек қана көреміз, сыртқа қарай көрінетін мүшелерді. Ал жатырыңыз сіздің қорғалған інжу маржан сияқты өзінің сыртындағы сүйектермен қапталғандықтан оны ешкім көре алмайды, мамандар тіпті. Оны арнайы аппараттар ғана көреді. Сондықтан УЗИ-ға түсіп, сол УЗИ-дің көмегімен анықтайды. Егер УЗИ-да барлығы жақсы шығатын, ешқандай жатырда да, аналық безінде де еш нәрсе жоқ болатын болса, онда жаңағы басты тексереді, соң гормондарды тексереді. Бірақ гормонға бірден барып анализ тапсырмайды, себебі әрбір гормон ол ақылы, және де оның бағасы арзан емес. Сондықтан бір емес, бірнеше гормон тексергендіктен қарапайым осы ультрадыбыстық зерттеуден бастайды. Жалпы етеккір дегеніміз әйелдің айнасы, сіздің жүкті бола алатыныңызды, қасиетіңізді көрсетеді. Енді қараңыздар, 45 жастан кейін 50 жасқа, кейбір кісілерде 55 жаста етеккір тоқтайды. Себебі сол жаста біздің организмімізде робот емес, өзі шаршайды, өмірден тек қана мүшелеріміз қызмет етіп жатқан жоқ, көп көрген, тәжірибе алмасқан, яғни ол да шаршап бастайды. Сол жүктілік дегеніміз үлкен бір процесс. 9 ай бойы сіз уақыт өте келе организміңіз екі есе жұмыс жасау керек, барлық мүшелеріңіз қайтадан былай жанарудан өту керек. Соның барлығы не істейді? Қиналғандықтан ол да уақыт өте келе организм шаршай бастаған кезде организмізге күш түспеу үшін Аллах тағала солай бізді жаратқан, яғни біздің организм шаршаған кезде етеккір, яғни жыныс ағзаларымыз да болды, сендер демалысқа шығыңдар, қызметтеріңді тоқтартыңдар деп бас арқылы не істейді? Оларды демалысқа, зейнеткерлікке шығарады. Яғни бастан тапсырманы да жібермейді, гормондар да бөлінбейді, олардың барлығы зейнетке кетеді. Яғни организмізде ұйқыға кетеді, былай айтқанда. Сондықтан 45 жасқа дейін бала сүйіп, көтеріп қалуға тырысу керек, ең бастысы. Овуляция күнін қыздар арнайы мен түскі эфирде айттым, ол овуляция шығатын күні біздің жаңағы күнтізбелік әдіс бар, және де ультрадыбыс зерттеу арқылы, себебі ультрадыбыстық зерттеу кезінде не істейді? Аналық безінің қызметін көреді. Соның ішінде фолликула өсіп келе жатыр ма, ұрық жасушасы өспей жатыр ма, ол шығуға дайын ба, соның барлығын ультрадыбыстық зерттеу әдісі арқылы, яғни фолликулометрия деген әдіс бар, сол арқылы тексереді. Одан кейін тест бар, овуляцияға арналған. Одан кейін күнтізбелік, көбінесе күнтізбелікте қателесіп кетіп жатады. Одан кейін етеккір оған қалыпты келу керек. 3 айдан көп, яғни 4 ай бойы немесе 1 жыл бойы сіздің етеккіріңіз тұрмыс құрмай тұрып, немесе тұрмыста болсаңыз да не істеу керек? Не істейді? Тұрақты түрде 30 күн сайын келіп отыруы керек. Сол 30 күн сайын келетін болса, сол кезде ғана күнтізбелік календар әдісімен тексеруге, жаңағы шығаруға болады. Яғни 30 күн сайын тұрақты түрде келетін болса, онда 14 деген санды алып тастайсыздар. Яғни 30-дан 14-ті алсаңыздар, 16-шы күні овуляцияңыз болуы мүмкін. Бірақ овуляция деген дүниені ол тек қана Аллах тағала біледі. Мысалға, баланың жынысын бір Аллах тағала біледі ғой, ұрықтану процесі бола ма, болмай ма, тіпті оны Аллах тағала біледі. Сондықтан овуляцияның қазір болады деп отырсақ та, мысалға, тест арқылы қазір УЗИ-да міне жарылайын деп тұр дегеннің өзінде де ол жарылмай қалуы мүмкін. Сондықтан біз тек қана болжаймыз, қалғанын барлығын реттеуші, шешуші Аллах тағала. Сондықтан мен сіздерге айтарым, егер бала жоспарлап жүрсеңіздер, ең бірінші Аллах тағаладан тілеңіздер. Біздің жаратушымыз бар. Яғни сол жаратушы жанды да беретін, жанды да алатын кім? Аллах тағала. Сол Аллах тағаладан сұраймыз. Перзентті де, денсаулықты да. Ал біз мамандар тек себепшіміз. Қолымыздан біздің мүмкіндігіміз шектеулі. Аллах тағаланың мүмкіндігі шексіз. Сондықтан егер сәби сүйгілеріңіз келетін болса, ең бірінші ниеттеріңізбен жаңағы дұғаларыңызды Аллах тағаладан үзбей сұрай беріңіздер. Жалпы бүгінгі эфирде айтқым келгені осы. Енді 1-2 сұрақтар болса жауап берейін, содан кейін эфирімізді аяқтайын. Қыздар, қараңыздар, етеккір деген кезде етеккір 3 күннен аз емес, 10 күннен көп емес. Яғни 3 күн мен 10 күн арасында келуі керек. Бір қыздарда 7 күн келеді, бір қыздарда 5 күн келеді.
3 күннен аз келетін болса, ол да дұрыс емес. Демек, организм сіздің дұрыс қызмет атқармай жатыр. Демек, жатырыңыздың ішкі шырышты қабаты дұрыс емес, немесе қандануы дұрыс емес. Себебі аз мөлшерде келуі ол мүмкін емес. Себебі 3 күннен көп келу керек. Тіпті біздің жаңа фихта, яғни шариғи үкімдерде де айтылған, ол жағын дін мамандарынан сұрасаңыздар. Ол 3 күннен аз келмеу керек. 3 күннен аз келсе, көбінесе спираль салған қыздарда да сұрасаңыздар 1 күн ғана келеді дейді. Ол 1 күн келген ол етеккір емес қыздар. Демек, сіздің организміңізде ақау бар, оны міндетті түрде не істеуіңіз керек? Емдетіп, тексертіп тастауларыңыз керек. Енді қараңыздар, 10 күннен асатын болса, демек ол етеккір емес, ол кезде қан кетіп жатыр. Сразу барып дәрігерге барып, оның себебін анықтап, ол қан кетуді тоқтату керек. Егер қан кетуді тоқтатпасаңыздар, ол қан аздық деген ауруға алып келеді, анемия. Ал қан аздық осы жүкті болмаудың кез келген ауруды ашып қарасаңыздар, негізгі себептерінің қатарында осы анемия жатыр. Түсініздер ғой, сондықтан 10 күннен асып кететін болса, дәрігерге қараламыз. Және де құрметті аналар, тұрмыс құрғансыздар көптеріңіз қыз баланы тәрбиелеп отырсыздар. Қыз балаға етеккір дегеніміз не? Балиғат жасында жыныстық жетілуге келген кезде не болатынын, жалпы жыныс ағзаларымен сіздер аналар, әпкелер, сіздер таныстыруларыңыз керек. Себебі мен жекеме өте көп хат келеді, анама айтуға ұяламын, анам ұрсатын сияқты деп. Ең бірінші балаңызға кім көмектеседі? Сіз ана ретінде сіз оларға көмектесуіңіз керек. Маған солай жатыр, ананы айт, себебі мен сені қыз бала болғандықтан оларды қасында жаңағы куәгері, яғни анасы болмаса, оны кәмелет жасқа дейін тексеруге болмайды. Себебі ол әлі қыз баласы, сондықтан мамандар оны тексермейді. Сондықтан дәрігерге барған күннің өзінде анасымен, әпкесімен, қасында қорғаушы, қамқоршысымен барады. Сондықтан сіздерге үлкен өтініш, қыз балаларыңызды осы өмірге, жыныстық жетілуге дайындасаңыздар. Етеккір көп қыздарда осы именно жасөспірім қыздарда қан кету, ол біздің практикамызда бар, именно гинекология, акушерствода. 15 жастағы, 14 жастағы жасөспірімдердегі қан кету проблемасы. Соны дер кезінде алдын алып, емдету керек. Етеккір екен деп айтпай ұялып жүре береді, кейін ол гормоналдық өзгерістерге алып келеді. Тұрмыс құрғаннан кейін жүкті болуға қиындайды. Ол бала кезінде дұрыс емделмегеннен, алдын алмаған себептен. Сіздерге сондай денсаулық берсін. Әрбір қыз келіншек сәби сүйсін, болашақ салиқалы ұрпақ сүйсін. Әрбір қыз келіншектің денсаулығы ол болашақ ұрпақтың денсаулығы. Сондықтан Аллах тағаланың бізге аманат ретінде берген денсаулығын қадіріне жете білейік, ауырмай тұрып соның қадірін түсіне білейік. Сондықтан ол үшін әрбір қыз келіншек медициналық тұрғыдан сауатты болуы керек. Түсініңіздер ғой, қайда жатыр? Ақша табу үшін де, жақсы өмір сүру үшін де ең бірінші денсаулықтарыңыз мықты болуы керек. Ал денсаулық мықты болған жағдайда Аллахтың қалауымен барлық затқа, барлық армандарыңызға жете аласыздар. Сіз сау болсаңыз, сіз сау ұрпақ дүниеге алып келесіз. Егер сіздің денсаулығыңызда бір кінәрат болатын болса, онда ол сіз қандай денсау сәби алып келуіңіз мүмкін. Соны түсініп, жете ұғына білсеңіздер екен деймін. Аллахтың амандығында болайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Аллах разы болсын сіздерге.